Қайырлы баршаңызға, сіздермен бірге Омар Нұрбек. Бүгінгі тақырыбымыз циклдар жайында болады. Arduino'да екі цикліміз бар, ол for және while циклі. Практикалық жұмысқа кіріспес бұрын ең алдымен циклдарымыз қалай жұмыс жасайтынын көрейік. Бірінші цикліміз ол for циклі, яғни жазылу синтаксисі осындай. Енді осы жақшаның ішінде бізде үш мән береміз. Бірінші мәніміз ол инициализация. Переменні создать етеміз. I тең 0 дейміз. Одан кейінгісі I, например, кіші немесе тең 10-нан. Яғни условия береміз. И одан кейін I плюс-плюс. Плюс-плюс деп атқанымыз бізде каждый цикл орындаған сайын қанша мәнге көбейіп отыратындығын көрсетіледі. Плюс-плюс бізде бір мәнге көбейіп отырады. Инкремент деп аталынады. Егер минус-минус болатын болса, оны декремент деп аталынады. Енді осы I мәнімізді қалай өзгеріп атқанын serial портқа, яғни serial print ln арқылы, яғни мониторымызға шығарайық. Начать моделирование. Бізде міне 0-ден бастап 10-ға дейін өте қатты жылдамдықта шығып отыр. Бұған delay қою арқылы белгілі бір уақыттың аралығында шығып отырсын. Мысалы 5 миллисекунд. Начать моделирование 0, 1, 2, 3, 4, 5. 10-ға барады, 10-нан кейін қайттан істейді, 0-ге түседі. Бұл қалай жұмыс жасайды? Бізде ең бастапқы мәні 0, және 0-іміз бізде не болады? 10-нан кіші, яғни шындық. Шындық болғаннан кейін онда бізге не істеп береді? 0-імізді шығарып береді. Міне. И одан кейін шығарып болғаннан кейін 500 миллисекундтан кейін қайттан басына келеді, оған бір мән қосылады. Бұл жер бізде 1 болады. Ол 10-нан кіші. И одан кейін бізде не істейді? 1 деген мәнін шығарады. Одан кейін тағы да осылай 10-ға дейін жетеді. Яғни 10-ымызды бізде шығарады. Міне 10-ымызды шығарғаннан кейін ондан қайттан не болады? Бір мән қосылады. Яғни 11 болады. 11 бізде 10-нан кіші емес және тең емес. Сол себепті қайттан ол не істейді? 0-ге түсіреді. Бастапқы мәнге. Сөйтеді 0-ден бастап қайтадан 10-ға дейін не істейді? Саналады. Енді бізде бір мән емес, например, екі мәннен көбейіп отырсын. 0, 2, 4, 6 деген сияқты. Ол үшін плюс-плюстің орнына плюстен 2 дейміз. Яғни 0-ден бастап 2 мән не істеп отырады? Көтеріліп отырады. Яғни жоғарылап отырады. Начать моделирование 0, 2, 4, 6, 8, 10. Енді осы мәніміз бізде көбейіп отыр. Бұл мәнді біз не істеуге болады? Керісінше төмендетуімізге болады. Ол үшін for циклін копировать, ставить ете салайық, уақыт жоғалтпау үшін. Енді бастапқы мәніміз не болады? Например, 10 және бізде кіші емес, үлкен немесе тең неге? 0-ге. И біздің мәніміз не істеу керек? Азайып отыр керек. Яғни 2 мәнге. Очистить, начать моделирование дейтін болсақ, біздің 0, 2, 4, 6, 8, 10, 10-нан басып не істейді? Керісінше төмендеп отырады. Бұл плюс немесе плюс тең деп 2 демей, мысалы минус дейтін болсақ, яғни декремент дейтін болсақ, біздің 0-ден бастап 10-ға дейін каждый 2 шаг сайын жоғарылап отырады. И керісінше түсетін кезде не істейді? Төмен қарай бір мәнге түсіп отырады. Яғни минус дегеніміз бір мәнге. Енді келесі сабағымызда осы for жайында практикалық жұмысымызды жасаймыз. Ал while циклін одан кейінгі сабағымызда қарастыратын боламыз.